Болат мырза, мынау жаңағы біздің кішкене асығыстау жасалған логотипіміз енді. Бұны мына сыртындағы Ö ішіндегі К әрпі және астында тауды бейнелейді, өзімен күрес деген. Осы логотипқа әлде біраз өзгеріс енгізу мақсатында біздің арамызда дизайнер, өзіміздің ағамыз Болатбек мырза басқаша бір дизайнды бүгін ұсынып жатыр. Енді бұл жерде жаңағы дизайнерлік көзқараспен қараған кезде кішкене кемшіліктер көрінді бізге енді. Жай енді қарапайым көзбен қарағанда ғой қабылдауға болатын шығар. Сондықтан өзімізше бір вариант ұсынып көруді шештік. Біздің басты бейнелегіміз келгені жаңағыдай абстрактылы, метафоралы түрде бейнелеу, яғни нақты емес. Бізде мысалы тауға шығамыз, суға түсеміз, арасында шаңғы болуы мүмкін, көкпар болуы мүмкін, биік шыңдарға шығуымыз мүмкін, бірақ соның ішіндегі ең бәріне ортақ дүние ол екі түрлі нәрсе деп шештік. Ең бірінші өзімізбен күресеміз. Ондағы мақсатымыз күресіп қана қоймай өзімізді жеңу. Табиғатқа шығамыз, жаңағы әртүрлі спорттық әрекеттер. Ондағы мақсатымыз ол табиғатты бағындыру. Мейлі қалай десек те, өзімізді жеңген кезде немесе жаңағындай суға түсу, мысалы шың басына шыққан кезде, сондай бізде ең күшті екі түрлі эмоция болады. Бірінші, мынау теңдессіз күшті, өзімізді өте күшті, мықты сезінетін эмоция. Бұл әрқайсысы адамның жүзінен судан шыққан кезде мен өзімнен де, кез келген адамның жүзінен байқаймын күшті сондай бір эмоцияны. Тауға қарап айғайлап, ақырып, ұлыған қасқыр сияқты болған. Ал екіншісі, бізде жеңіс сезімі болады. Табиғатты бағындырғанымыз үшін, өзімізді жаңағы жеңгеніміз үшін, өзімізбен күрескеніміз үшін бізде сондай бір күшті жеңіс сезімі болады. Яғни әдеттегі дүниелер анадан кейін ешқандай проблема болмай қалатындай. Сонда осы екеуін барынша бейнелегіміз келді. Біз әрине теңдессіз эмоцияны жаңағы айқаймен, күшті жаңағы айқайлаумен шығарып жатамыз да, ал жеңіс сезімін көбінесе мына қолымызды былай көтеру арқылы білдіріп жатамыз. Осы екеуін барынша білдірген көрсеткіміз келді логотипімізде. Өйткені бәріне ортақ нәрсе осы. Мейлі не істесек те ортақ нәрсе осы болып тұр ғой. Сонда мынандай бір логотип шықты. Мынау сол жақтағысы логотиптің өзі. Қазір мен мұның мағынасын түсіндіремін толықтай. Оң жақтағысы өзіңмен күрес деген сөз. Қазір кішкене алдымен жай көзбен бір қарап алайық. Одан кейін ақырындап ары қарай мағыналарын түсіндіретін боламыз. Бұның логотип мынау толық түрі, логотиптің өзі ғана. Ал бұның бірінші мағынасы мына сияқты жаңағы судан шыққан айжанның суретін көрдіңіздер ғой. Сол сияқты жаңағы мен осыны істей алдым, қолымнан келді деп жаңағы өзіне сондай бір күшті эмоция жинаған кездегі, мысалы мынау аяқтары да, қолдары да, сосын мынау айқайлаған дауыс сияқты ғой бүйтіп шығып жатқан. Және бұл қарайтын болсақ леп белгісі. Леп белгісі арқылы біз жаңағы күшті эмоцияны көрсеткіміз келдік та, айқайлап судан шығып, мен істей алдым, шың төбесіне шыққан кезде де мен шықтым, мен өзімді де жеңдім, табиғатты бағындырдым деген сияқты сондай бір күшті айқайлап тұрған, қолымнан келді деген сырттай қарағанда толық осындай бір сурет яғни. Ал одан ары қарай не алатын болсақ, мынаны біз көлденең былай 90 градус бұратын болсақ, мына өзіңмен күрес дегендегі Ö әрпі төбесінде екі нүктесі бар. Оның үстіне екі нүкте қою арқылы мынау К әрпіне ұқсайды. Былай көлденең қойған кезде. Яғни өзіңмен күрес дегеннің екі әрпі Ö және К. Ал былай қарайтын болсақ, жаңағындай күшті сезініп тұрған эмоция сияқты да. Өстіп осындай логотип қойдық. Логотип негізі осы. Енді бұны ары қарай әртүрлі негізде сынап көрсек болады. Мына жерде оның салыну несі, жаңағы өлшемдері, мысалы былай қарай 5 болса, ол кез келген өлшем бірлігі болуы мүмкін да, миллиметр ма, сантиметр ма, метр ма, ол әртүрлі болуы мүмкін, бірақ мына жағы 5 болса, мына жағы 4 деген сияқты. Мынаның барлығы шеңберлердің қиындысынан және толық шеңберлерден салынған, барлығы кәдімгі геометриялық өлшемді фигуралардан салынған. Өзімен күрес деген екі сөздің де өзінің мысалы ара қашықтығы, мынаның ұзындығы, сосын мынаның әрқайсының биіктігі, екеуінің ара қашықтығы деген нәрсенің барлығы жаңағындай бекітілген барлығы нақты сандармен. 4, 5, 5,5, 1,5 немесе 1, 2 деген сияқты сандармен нақты қалады. Сосын мына жердегі айқайлағанды білдіретін, дауысты білдіріп тұрған леп белгісі, мына өзіңмен күрес дегендегі Өде де, күрес дегендегі Ö әрпінің екі нүктесіне осы алынған. Осының түзу нұсқасы алынған да. Сондықтан осы леп белгісінің өзін біз брендингтің белгілі бір элемент ретінде, эмоцияны білдіретін элемент ретінде осы леп белгіні алуға болады. Енді бұл леп белгі туралы айтсақ, ары қарай әңгіме көп. Жаңағы алтын қима деген нәрсе бар, golden ratio деген. Анау екі заттың үлкеннің кішісіне қатынасы
1,618 болса, ол өте әдемі көрінеді деген. Алтын қима, алтын қатынас деп аталатын қатынас бар. Сол арқылы жасалған. Мынау да, мыналар да, мына жердегі шеңберлер де барлығы сонымен жасалынған. Енді бұл жерде оны ішкерлеп қатты көрсетпедік, негізі көрсете берсек ол ұзақ әңгіме болып кетеді. Осы жердегі леп белгісі тігінен қойылған, көлденеңнен қойылған немесе мынандай доға тәрізді, осыны брендингтің негізгі бір элементі ретінде алуға болады, жаңағы эмоцияны көрсететін. Мынау енді жалпы логоның орналасуы, былайша айтқанда. Үлкен кішілік, арақашықтық, бір-біріне салыстырмасы. Осыдан, мысалы, кез келген киімге шығарған кезде, жаңағы неге флагқа басқан кезде, немесе вывеска қойған кезде, осылардан ауытқымаған дұрыс болады, әдемі болады. Одан әрі қарай түстер бойынша мынандай бар. Монохром ақ пен қара болуы мүмкін, немесе ақ пен қараға бір түс қосып пайдаланылуы мүмкін, немесе светный болуы мүмкін. Әртүрлі түсті болса да. Ақ пен қара кезінде осылай көрінеді. Ал енді ақ пен қараға бір түс қана қосу керек болса, мысалы, сарыны фон қылған кезде логотип қарамен пайдаланған жақсы. Ал фон көк болса, ақпен пайдаланған жақсы. Мына көк пен сары түс Ажекеңнің өзінің таңдаған түсі, алдындағы логотип, алдындағы нұсқада да. Ал енді светный барлығы бола беретін болса, кез келген түс пайдалануға. Мына жерде көк фонға сары логотип, леп белгісі ол ақпен кішкене өзгешелеу көріну үшін, көзге түсу үшін. Немесе фон сары кезде керісінше логотип көп, және леп белгісі қайтадан ақ деген сияқты. Осындай түстер бойынша осылай талдауға болады. Мысалы, магазин ашылып жатса, күндердің бірінде спорттық дүниелерге байланысты вывескасын осылай логотипті жасауға болады. Немесе киімдерге, мысалы, мына жерлерінде тұр логотип кішкентай болып, ал мына жерде толық нұсқасы. Матаның бетінде, әсіресе мына сияқты спорттық маталардың бетінде осылай көрінуі мүмкін. Логотиптің тек өзі ғана. Немесе мынандай этикеткаларға қоюға болады. Ал мына жерде жаңағы желкедегісі ғой. Ол кезде мына жерде жазу астына түсіп кетті. Сонда мына жаққа қоюға кішкене ыңғайсыз болады да. Егер де былай тік болатын болса, ол кезде астына қоя салуға болады. Ал былай көлденең ұзыншақ болса, жаңағы әуелгі нұсқасы бойынша пайдалануға болады. Одан кейін мынандай кепкаларға, шапкаларға осындай қоюға болады. Осыншалық қойдық. Әлеуметтік желіні стиліне шамамен осы түстерден пайдаланып, осылай жасауға болады. Примерно жерде аваға осылай қоюға болады, мысалы. Сосын мына жерге әртүрлі нәрселер кетеді ғой. Мына жерде мынандай бір сөз бар. Біз жауға жолықтық, ол өзіміз болатынбыз деген. Қайсы бар әскери қолбасының айтқаны бар, нақты есімде жоқ. Сол өзіңмен күрес дегенге мағынасы жоқ. Осындай қанатты сөздермен, өзімен күресуге қатысты сөздермен әлеуметтік желіні осылай ақырындап жүргізіп отыруға болады. Осы. Ой, ұсташ. Құрметті достар, біздің өзімен күресінің брендінің енді алдында мен шын айтсам көп ізденгем жоқ. Өзім солай бір идеяда жүрдім, интернеттен өзім бір жобалап көрдім, сөйтсем бұл деген кәдімгі ғылым екен жатқан. Мен ойладым, бір сурет салса несі бар оның деп ше. Сөйтсем ол мен ойлағандай нәрсе емес екен. Негізі екі нәрсе бар да. Осындай не жасады, екі түрлі бағыт бар. Енді 6-7 түрлі, бірақ ең үлкен жақтан екеуі. Біреу минимализм бағыты, екіншісі ол максимализм деп айтуға болатын шығар. Жалпы қарапайым, ол былай, мысалы, жүректі бейнелеу керек болса, кейбіреулер жүректің суретін салып шығуы мүмкін. Ал минимализм бағытында кәдімгі жүрекшенің пішіні арқылы жүректі көрсете салады. Біздікі сурет, тура суретінің өзін салу емес, минимализм ең қарапайым геометриялық пішіндер арқылы жеткізбекші болған ойды білдіру. Жоқ, әдемі. Мына жаңағы ÖK деген ашасыз ба? ÖK деген әрпінде басында екі нүктесі ÖK. Оны былай аударғанда расымен де бір жаңағы бір судан шыққанда мысалы менің айқайлағаным жерде қойған екен. Сол осы эмоция мысалы бәрімізде судан шыққаннан кейін болады. Сол эмоцияны жаңа білдіріп қойған екен. Болатбек мырза, бұл логотипті толығымен талқыға салудың қажеті жоқ. Қарастырайық. Шынымен де Сапарғали бауырымызға да рахмет. Арнайы уақытын бөліп компьютердің қолына алды, енді барынша еңбектенді. Көп рахмет. Бірақ енді әлбетте біреудің көңілі үшін емес, біз бұл жерде бір өзімізге керекті жақсы шыққан жұмысты таңдаймыз. Сол себептен де көп рахмет дегім келеді. Болатбек мырза, енді қанша $1 миллион сұрайсыз, айтыңыз. Негізі біздің әдеттегі жұмысымыз бойынша, енді бұған мен ғой тиын-тебен сұрап жатқан жоқпын, өйткені бұл дәл қазір коммерциялық бағытта болмағаннан кейін, бір жағы өзімізде соның ішінде болғаннан кейін, бұны былай жаңағы
шынайы көңілімізбен махаббатпен Әдемі. сүйіспеншілікпен тегін жасап отырмыз, бірақ құны айтылу керек та негізі. Ол ақша сұрағандық емес, просто құнын айту керек. Дәл осындай жұмыстар негізінде бізде примерно 3-4 аптада, енді бір айға жетер, бір ай немесе бір айға жетпейтін уақытта жасалынады. Және енді толық брендинг, әлемдік жерде басты логотип пен түстер нелер ғой, толық брендинг жасалса шамамен 800 миллион теңгенің арасында болады негізі, біздің өзіміздің чегіміз бойынша. Ал былай өзіміздікі жаңағы өзіміз ғой деген немен жасалынған, махаббатпен жасалынған. Өзімен күреске сонда өмір бойы қалатын бір логотип ретінде Тегін сыйлап отырсыз. Браво. Керемет, Болатбек мырза. Осылай қолымыздан келгенше бәріміз өзімен күреске, өзіміздің саламыз бойынша болсын, қолымыздан келгенше көмектесейік, және осыны бүкіл халықтық бір жобаға, бір қозғалысқа айналдырайық. Әдемі, рахмет. Өзімен күрестің логотипін қалай істегесіңдер десе, арамыздан, ол айдаладан емес, арамыздан өзіміздің Болатбек мырзаны көрсететін боламыз. Сіздерге рахмет, жұмыстарыңызға. Жақсы. Сенім білдіргендеріңізге рахмет. Логотиптің негізін қалаушысы. Тарихи сәт, керемет. Тарихи сәт болуы мүмкін болашақта.